Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздермен бірге тюльпан самсасын дайындаймыз. Өте оңай рецепт, соңына дейін көріңіз. Ұнымызға тоңазытқышта тұрған майымызды қосып, қолмен ескілеп араластырамыз. Мұздатқыштағы майды алып үккіштен өткізіп араластыруымызға да болады. Бастысы бөлме температурасында немесе еріген сары май болмауы қажет. Үгітіліп тұратындай қамыр дайындаймыз. Кейін үгітілмелі қамырымыздың үстінен айранымызды қосамыз және де бір ас қасық қаймағымызды қосамыз. Менде қолдың қаймағы болды, ал егерде дүкендікі болса 2 ас қасық қосуымызға да болады. Және де үстінен жұмыртқамызды қосамыз. Татымына қарай тұзымызды қосуды ұмытпайық. Қамырымызды илеп болғаннан соң 15-20 минутқа тындырып қоямыз. Кейін қамырымызды алып, кішкене ұн сеуіп жабыспас үшін кішкене бөлшектерге бөліп дөңгелетіп аламыз. Дөңгеленген қамырларымызды жаямыз. Алдын ала салмасын дайындап аламыз. Менде пияз, фарш, картопты араластырып дайындадым. Өз қалауларыңыз бойынша картоп қоспасаңыздар да болады. Видеодағыдай дөңгелетіп жайып алып, бір шетінен жартысынан кесеміз де, сол бір бұрышына фаршымызды, салмамызды саламыз да, кішкене шетін жабыстырып, видеодағыдай айналдырып шығамыз да, төмен жағын бір-біріне біріктіріп шығамыз. Қалған қамырларымызды дәл солай қайталап шығамыз. Дайын болған самсаларымыздың бетіне жұмыртқамызды жағып, және де бетіне қара және ақ кунжут сеуіп шықтым. Енді дайын болған самсамызды қызып тұрған пеште 200 градуста 30-40 минутта қызарғанша пісіріп аламыз. Мінекей пісіп шыққан самсаларымыз дайын. Енді ыдысымызға салып ұсына берсек болады. Өте дәмді, өте ерекше. Самсамыз кез келген дастарханның сәнін келтіретіні сөзсіз. Сіздер де жасап көріңіздер. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Бұдан бөлек басқа да дәмді өте керемет рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Сондықтан қоңыраушаны басып қойыңыздар. Келесі видеода көріскенше.